Арғын. Ғылыми жағынан көзге ерекше түсетін жай арғын тайпасының елдік аты. Ол ежелгі заманда жасаған ғұн елінің атын еске түсіреді. Сол елдің аты осы арғын тайпасының атында сақталған деуге болады. Тегінде ғұн заманында белгілі болған саяси әлеуметтік атаулар арғын мен қыпшақ тайпаларының арасында кейде кездесіп отырады. Соның бірі Қыпшақ елінің ұраны Ойбас немесе Ойырбас. Ол ғұндардың атақты батырының аты. Бұл көптеген ғалымдардың Қыпшақтар ғұннан тараған деуіне дәлелдің бірі болуға тиіс. Оның үстіне ғұндар түркі тайпаларының түп атасы екені Қытай тарихында ашып айтылған. Бертольд Бернштейн тағы басқа ғалымдар да солай дейді. Олар ғұн мен оғыз бір ел деп дәлелдейді. Бұған қарағанда арғын ежелгі ғұндардан таралып, олардың атын этноним түрінде сақтағаны байқалады. Тарихи мәліметтерде арғын аты бірнеше түрде кездеседі. Ғын, ғұн, ақ ғұн, қара ғұн, ару ғұн, тақ ғұн, мұндағы ақ ғұн, ару ғұн екеуі бір мәні сөз. Мұндай аттар ежелгі тайпалар арасында жиі кездеседі. Мәселен, ару тұқым, ару, арық тыным. Ақ қаңлы, қара қаңлы, ақ найман, қара найман тағы басқа. Мұндағы ақ, ару сөздері таза, ару деген ұғымды көрсетеді. Ерте кезде тайпаларды біріктіріп, оған басшы болған оқтарды осылай атайтын болған. Дегенмен арғын атауының шығу тегі жөнінде әртүрлі пікірлер бар, соның бір қатарына ғана тоқтағанды жөн көрдік. Қазақ ғалымы Төреқұл Жанұзақов арғын атауын арқа сөзіне ғұн көпшілік жалғауын жалғау арқылы жасалған тайпалар бірлестігі мағынасындағы этнонимінің қысқартылған түрі деп қарайды. Апқай арғын атауы екі компоненттен тұрады деушілердің бірі Асан Әбдірахманов, оны сырт, арғы, арт жақтағы деген мағынаны білдіретін. Ар түбір сөзіне ру, тайпа атауы ғұн сөзін қосу арқылы жасалып, батыс ғұндар, батыс ғұн тайпасы деген ұғымды аңғартатын этноним деп санайды. Тілек жеңістің шежіресінде атақты ғалым Махмұд Қашқари Диуани лұғат ат-түрк деп аталатын кітабында Баяна, Аргу, яғни арғын тайпасының бас құдайы дейді. Ислам дінін қабылдағанға дейінгі сенім бойынша Тәңірдің ризығын өсіріп, өндіретін ана бейнелі құдай дегенді білдірген депті. Махмұд Қашқаридің Диуани лұғат ат-түрк атты сөздігінде Аргу осы тайпаның тұратын жер атауы ол тау арасы деген мағынаны білдіреді деп көрсетеді. Академик Василий Бартольд Аргу өзінің орналасу жағдайына қарай Александровский шоқысы мен Шу-Іле тауының арасындағы өлке және бұл өлкені мекендеген Аргу тайпасы түркіленген соғдылар деп түсіндіреді. Бұл пікірлердің қайсысы дұрыс, қайсысы бұрыстығына біз төрелік ете алмаймыз. Соңғы кезге дейін арғын тайпасы тарихи құжаттарда кездесе бермейтіні жөнінде ғалым Сәбит Мұхановтың Рашид ад-Динин, Әбілғазы, Шайбани ада, Моңғолдың құпия шежіресінде, араб авторлары тағы басқа да авторлардың жазбаларында. Түрік, моңғол тағы басқа ұлттардың ру тайпаларын қалдырмай жазса да. Арғындар туралы жеке тұлғалар жайында жазғанда ғана, онда да үстірт ғана жазғаны болмаса. Соңғы кезге дейін арғын тайпасы тарихи құжаттарда кездесе бермейді. Олай болуы арғын тайпасының атауы бөтен болуы мүмкін деген пікіріне қосыла отырып. Біздің болжауымызша арғындар ежелден келе жатқан ел екені даусыз. Соңғы кезге дейін арғын тайпасы тарихи құжаттарда кездесе бермейтіні олар майда жеке рулар мен топтардан бірігіп, кейін пайда болуы да мүмкін дегенді де айта кеткен артық болмас. Мұхамеджан Тынышбайұлының шежіресінде арғындар туралы төмендегіше баяндалады. Моңғол тілінде д әрпімен бітетін сөз көпше жалғауды, и әрпімен біту жекеше жалғауды білдіреді. Егер соңғы сөздері т-ға өзгертсек, тағы да арғын немесе арғын шығар еді. Аристов 5 ғасырда Қытай тарихшыларының алун және бай егу халықтары туралы дерек қалдырғанын айтады. Қытайлықтардың әрпіне тілі келмейтіні белгілі, сондықтан да түркілерді олар тукун деп атаған. Ол көптеген еуропалықтар осы жағдайды елеместен тукунды түркі тайпаларының бірі деп ойлайды. Аристов арғындар Шыңғыс ханның кезінде батысқа қарай наймандар мен керейлердің алдын алып жылжыды деп айтады. Шағатай ұлысын Қарақұл хан өлгеннен кейін оның әйелі бір жазуда Ергене қатын, екінші жазуда Органа немесе Аргуна қатын билегені белгілі.
Қазіргі Қапал мен Лепсі уезінің жерін 1253 жылдың қарашасында жүріп өткен Рубрук бұл ел бұрын органым деп аталғанын тұжырымдайды. Бұған дәл сол маңда Арған атты тауының бар екені, бұл сөз Арғын ата деген екі сөзден құралғанын қосамыз. Темірдің жорықтары туралы жазбалардан арғындардың 14 ғасырда Алакөл мен Қаратал өзені аралығында мекендегені белгілі. Шағатай ұлысының құрамында болған арғындар Темірдің 1376, 1389 және 1390 жылдардағы жойқын шапқыншылықтарына ұшырады. Одан кейін 15 ғасырдың басында шығыстан жоңғарлардың шабуылы басталды да 1456 жылы арғындар батысқа қарай кәдімгідей жылжып өріс Орыс ханның шөбересі әйгілі Жәнібек ханның қарамағында болды. Шамасы арғындар батысқа қарай 1400-1410 жылдар мәулетінде қозғалса керек. Өйткені арғындар Қанжығал руы 1420 жылы Жәнібектің әкесі Барақ ханның Ташкент пен Ходжентке қарсы жорығына қатынасады. Арғындар арасында көшпелі өзбектердің ханы Әбілқайырға жақын жүргендер қатарында Қара Қыпшақ Қобыланды мен Арғын руынан ел Ақжол деп атаған Дайырқожа болған екен деген аңыз бар. Олар іштей жауласып жүреді де, оның ақыры Дайырқожаның Қобыланды қолынан қаза табуымен аяқталады. Арғындар Әбілқайырдан Қобыландыны қысас қылып өлтіруге қолдарына беруді сұрапты. Бірақ хан оны орындауға сескенген екен. Сонда арғындар және керейлер Жәнібек пен Керей сұлтанға ілесіп Әбілқайырды тастап кетеді. Бұл аңыз тарихтан белгілі. Жәнібек пен Керейдің Моғолстанға, Балқаш көлінің оңтүстігіне ығысу себебін де тиянақтай түседі. Қазақ хандығының құрылуын осы шақтан бастап жүргендіктен арғындар осы халықтың құрамындағы аға орынды алғаны күмәнсіз. Қазақ аңызы бұдан кейін Жәнібек Еділдің төменгі ағысына көшіп, осы жерден Аштархан, Астрахань қаласын салады. Карамзин өзінің Ресей мемлекетінің тарихы еңбегінде Алтын Орда ханы Ахмет Жәнібекке Қырымды берді дейді. Вельяминов Зерновтың Касимов хандары туралы зерттеуінен Жәнібектің Меңлікерейден сескеніп 1475-1477 жылдарда 3-ші Иванмен байланыс жасап, одан қажет кезінде пана беруді сұрағаны белгілі. Ақыры 1480 жылдар шамасында ол Россияға қоныс аударып, сол жақта көз жұмады. Сол Вельяминов Зерновтан арғындардың Қырымда, Қазан мен Астраханда көрнекті орын алып, ханның сенімді қарашалары болғанын білеміз. Жәнібек Россияға кеткенде арғындар Қырымнан көтерілмей бетке шығар қаймақтар санатында қала берді. Кавказда Сонжо өзенінің бойына Аргун ауылы орналасқан. Аргун шатқалын бойлай ағатын Аргун өзені келіп құяды. Бұл шамасы сол жақта Жәнібек тұқымдарының бірі алып келген атау болса керек. Яковлев солтүстік Кавказды зерттеудегі жаңалықтар деген мақаласында Авар сұлтандары Орыс сұлтанның тұқымдары еттегенді айтады. Бұл сұлтандар өріс Орыс ханның шөбересі Жәнібек ұрпақтарынан тараса керек. Рычковтың Башқұрт Мулакаевтың аузынан Хақназар ханның ұлы Ахмет Керей ноғайлардың бір тобын басқарып, Құбан өзеніне қарай кеткенін жазып алатыны бар. Бәлкім солармен бірге Аргун шатқалында тұратын арғындар да кеткен болар. Едігенің тұқымдары Ноғай мырзаларының билігінде қалған арғындардың үлкен тобы ол жақтан 16 ғасырдың ортасында Исмайыл мен Жүсіп мырзалардың арасында өткен қантөгіс шайқастар және орыстардың Казан мен Астраханды басып алуынан кейін кетсе керек. 16 ғасырдың соңында арғындар Қаратау тауларынан көрініп, Тәуекел мен Есім хандардың Ферғана, Самарқанд, Бұқара жорықтарына қатысады. 1620 жылдан қазақтар мен қалмақтардың арасында қан төгіс соғыстар басталды. Тәуке ханның әйгілі жеті жарғысы кезінде қазақтардың жағдайы біршама жақсарған сияқты. Арғындар бұл кезде Қаратаудың теріскейін мекендеп, Сарысу мен Ұлытау арасында көшіп жүрді. 1723 жылы жоңғар шапқыншылығы кезінде арғындар Керей мен Жалайыр басқалардан көрі аз шығынға ұшырады. Оларды бетпақдаланың сусыз шөлейті аман сақтап қалды. Казактардың 1725-1726 жылдардағы айбынды шабуылдары кезінде арғындар алдыңғы лекте жүрді. 1726 жылы Левшиннің айтуы бойынша қазақ хандары бір-бірімен қырғи қабақ болып қалады. Даудың төркіні Болат хан өлгеннен кейін оның орнына 300-дің бас ханы етіп жас Әбілмәмбетті, Абылайды сайлау болғанға ұқсайды.
Болаттың інісі Шал Сәмеке мен бүкіл қазақ әскерінің бас сардары, кіші жүздің ханы Әбілқайыр өздерінің көзге еленбей қалғанына өкпелеп. Қазақтар Іле өзеніне ілігіп үлгерген жеңісті жорығының нағыз қызған тұсында майданды тастап, теріскей батысқа орыс шекарасына қарай ат басын бұрып. Сол шақта орыс бодандығын қабылдады. Тегеурінді шабуыл шорт үзіліп қалған қазақтардың шегінбеске амалы қалмады. Орта жүздің көп бөлігі солтүстікке, Ұлы жүз Сырдарияға ығысып, жоңғарларға бағынуға мәжбүр болды. Алайда олар күресуді тоқтатқан жоқ, қалмақтарды қытайлар жойып жібергенге дейін Абылай хан бас болып соғысумен жүрді. Осы шақтан 1758 жылдан бастап арғындар орыстар келген кезде мекендеп тұрған жерлеріне орныға бастады. Қазақ Совет энциклопедиясында арғындар туралы берген анықтамада арғын орта жүз құрамына кіретін 6 арыс елдің ең көбінің бірі. Қоныстары шығыстан батысқа қарай Ертіс, Торғай өзендерінің аралығы. Оңтүстікте Балқаш көлінен бастап Шөлейтке қарай. Тарихи мәліметтер бойынша арғындар бұл жерлерді тіпті ерте заманнан қоныс етіп, негізінен мал өсіруге пайдаланған. Қазақ шежіресінде арғынның өсіп өнуі былай сипатталады. Арғынның бірінші бәйбішесі Ергүлден Мейрам, оның балалары Қуандық, Сүйіндік, Бегендік, Шегендік, Қаракесек. Бұл бесеуінен тараған ұрпақты 5 Мейрам деп қыздан туған жиені тарақты арғынның ноқтағасы деп аталады. Екінші бәйбішесі Момыннан төртеу. Біріншісі Ақсопы, одан Қанжығалы, Тобықты. Екіншісі Қарасопы, одан Бәсентиін, Қарауыл. Үшіншісі Сарсопы, одан Атығай. Төртіншісі Тәмбісопы, одан Саржетім, Шақшақ. Момыннан тараған бұл ұрпақ жеті Момын деп аталады. Енді бір деректерде арғынның үшінші әйелінен тараған ұрпақтарды Тоқал арғын деп атанған. Одан Саржетім, Шақшақ. Тарихи деректерге қарағанда Тоқал арғындар 1726 жылы Сәмеке ханмен бірге Россия шекарасына жақындап барып қоныстанған. Арғынның жеке руларын 1972-1978 жылдары шыққан Қазақ Совет энциклопедиясында былайша таралады. Қуандықтан Алтай, Қарпық, Бөрші, Темеш, Ағыс, Қалайман аталары тарайды. Олар 6 ата Қуандық деп аталады. Сүйіндіктен Қаржас, Орманшы, Құл болды, Айдабол, Күліп, Ақбура, Тұлпар, Қабылан, Жан болды және Мәжік ұрпақтары тарайды. Қаржас, Орманшы, Құл болды және Жан болды төртеуі Төртуыл деген атпен бірігеді. Бегендіктен Қозған, Тәңірберді, Сырық аталары тарайды. Шегендіктен Қақсал атасы тараған. Мейрам сопының кіші әйелі Қарқабаттан туған Болатқожа деген баласынан тарайтын руды Қаракесек деп атайды. Қаракесектен Майқы, Бошан, Тапас аталары тарайды. Бошаннан тарайтын Байбөрі, Жанты, Жалықбас, Көшім, Шаншар аталарын Бесбошан деп атайды. Қаракесектің Бошан атасынан атақты қаз дауысты Қазыбек би шыққан. Тарақты орта жүз құрамындағы тайпа. Тарақты ежелгі одақтар мен мемлекеттердің құрамына ену жайында жазба әдебиеттерде деректер кездеспейді. Оның шығу тегі жөнінде қазақ шежірелерінде бір ізділік жоқ. Тарақты Октябрь революциясына дейін орталық Қазақстанның Ақтау, Қызылтау, Ортау мекендерін, жоғарғы Сарысу, Көктің көлі, Есіл, Нұра өзендерінің бойын мекендеген. Тарақтыдан Апай, Тоқтауыл, Қыдыр, Жәші, Әлі, Сары, Әйтей, Қосанақ, Алакөз, Шәуке, Әлеуке, Көгідей болып 12 арыс ел тарайды. Қанжығалыдан Есен, Бозым аталары тарайды. Тобықтыдан Ырыспетек, Дәулетек, Жуантаяқ, Ырыспетектен Дадан, Мұсабай, Көкше бөлінеді. Абай мен Шәкәрім Ырыспетек атасынан тарайтын 12-13 ұрпақтары. Дәулетектен Байғара, Байшора, Жиеншора аталары тарайды. Бәсентиннен Ақмайдан, Бекмайдан, Тоқмайдан, Ақтілес, Күшік Қарабұжыр, Апай, Бөрі, Сырым болып бөлінеді. Бәсентиндер бұрынғы Қостанай, Павлодар уездерін мекендеген. Қарауылдан Құрманғожа, Құлынша, Құлымбет, Түнқатар, Қалды, Батпан, Жаулыбай, Ақонай, Қоңырша ұрпақтары тарайды. Атығай 12 арыс ел. Оған кіретіндер Құдайберді, Бәйімбет, Баба, Моныс, Бабасан, Бағыс, Ақкиік, Құлансу, Қойлы, Есентаңырақ, Майлыбалда, Жауғаш.
Сар жетімнен Ақымбет, Бекімбет, Шымболат, Жауғашты аталар. Шақшақтан Бақай, Көшей, Жүзей, Ақназар, Есназар, Томай аталары тараған. Енді атадан балаға ауызша деректер негізінде жазылған шежіре деректеріне кезек берейік. Арғын ішінде ең бірінші өсіп өнген ата Мейрам сопы. Шежіре дерегінің басым көпшілігі Мейрам сопының бәйбішесі Нұрпия Алшын ішіндегі Құдаспай дегеннің қызы екен дейді. Шешесі ертерек қайтыс болып, Нұрпия ұзатыларда жеңгесі Еркежанға шешесі жоқтығын білдірмейін деп бірге ере жүріпті. Ұзатылып бара жатқанда Нұрпияның жасауы теңделген түйенің бұйдасын ұстау үшін бір жетім қызды да ала кетіпті. Ел ішінің бүліншілігі көп, жаугершілік заман болса керек. Нұрпияның жеңгесімен жетім қызы еліне қайталмай қалады. Сонда Нұрпия Мейрам сопыға қолқа салып, елден бір мен де беріп келген көз көргендерім ғой, үшеуміз бір босағада болайық. Жеңгеме ағамның төсі тиіп еді, басқаға қимаймын, өзіңіздің адам қылғаныңызды қалаймын. Еріп келген жетім қызды да шеттетпей бауырыңызға бассаңыз екен. Сіз жалғыз жігітсіз. Ұрпағыңыз өсіп өнсін. Мен өз тарапымнан еш уақытта таршылық жасамаймын деп сөзін өткізеді. Мейрам сопы Нұрпиядан қуандық, сүйіндік, Нұрпияның жеңгесінен шегіндік, бегіндік, Нұрпияға еріп келген Қарқабат атты жетім қыздан Болат қожа, Қаракесек атты бала көріп, солардың бәрінің де өсіп өнген ұрпақтары бір-бір іргелі руы елге айналған. Мейрам сопыны Қарқабат ерекше құрметтеп қызмет етуші еді дейді. Өмірінде Мейрамның табанынан сыз өткізбей, етіне суық су тигізбей күтіпті. Түзге отын тере шықса, қу көдені жұлып әкеліп, отағасының табан астына төсеп, түнде дәрет алатын құманды бауырына басып жылтып жатады екен. Қарқабаттың осындай ықыласын көрген сайын Мейрам сопы ой, көсеген көгерсін. Бір туғанынан бір туғаның аса берсін. Өсіп өнген ұрпақтарыңның ұранына шық, деп бата беретін көрінеді. Аруақты атаның сол батасы қабыл болып, қаракесектер іргелі елге айналды. Кезінде 25-26 болыс ел болды. Елі мен жерінің айбары сияқты нелер жақсы жайсаңдар шықты. Қарқабат ананың есімі Исі Қаракесектің ұранына айналды деп жазады. Мейрам сопының жоғарыда айтылған балаларынан басқа тағы да баласы болған. Ол туралы Ақмола облысы Ерментай ауданының тұрғыны Ғалымжан Мұхатұлының берген дерегінде Мейрам сопы жыл сайын Бұхарға керуен тартып, көз көрген сартпен сауда жасап қайтады екен. Сондағы бір сарт саудагердің жалғыз қызымен Мейрам сопы көңіл жарастырып, ол қыз жүкті болып қалса керек. Содан Мейрам сопы сарт қызына ағынан жарылып, сенің босануыңды күтіп жатар жағдай жоқ, арқаға қыс келіп қалады, керуен жолға шығу керек. Жаным ұяда болса, сені келер жазда алып кетемін. Оған дейін аман есен қол аяғыңды бауырына алып, ер бала таба қалсаң, мен кәрі, сен жассың ғой, баламыздың атын кәрі жас қой дейді. Қыз көнеді. Мейрам сопы еліне келіп, сол жылы қыста дүние салады. Өлерінде бәйбішесі Нұрпияға сырын ашады. Өзіне деген аманат өсетін болсын, Бұхарада пәлен деген сарт саудагердің жалғыз қызы менен жүкті болып еді. Егер ұл туса, есімі кәрі жас болуы тиіс. Сол баланы сартқа пәнде етіп қалдырмай елге алып кел дейді. Нұрпия бәйбіше Мейрам сопының сөзін иек етпейді. Арнай барып кәрі жасты алып келіп, мәпелеп өсіреді. Арада көп жылдар өтеді. Ұрпақ ер жетеді. Оларға енші бөліп оңаша шығарар мезгіл келеді. Нұрпия өзінен туған қуандық пен сүйіндікке кәрі жасты әкелерін көре алмай арманда кетіп еді. Аруаққа шет болмай, еншіні тең беліңдер депті. Еншіні тең бөліңдер депті. Сонда табиғатынан адуын қуандық, мақұл, ата салтымен асық еріп қар жасайық. Алшы түссе де менікі, тәйке түссе де менікі, бүк түссе де менікі, шік түссе де менікі деп шатақ шығарса керек. Мұндай қиянатқа кәрі жасы кіші болған соң үндемейді. Ал сүйіндік болса әжесі Аргүлге, арғынның бәйбішесіне шағымданып, әже-ау, осындайда қиянат бола ма екен, құдайлығын айтыңызшы, кәрі жас екеуміздің ата мұрасынан шет қалғанымыз ба деп шағымданыпты. Сонда Аргүл әжесі сабырменен ғана, балам, бағынды сынап көр, асықтың ілгі 4 жағынан басқа омпа деген 5. Кәрі жас екеуің сол омпаны бөліссеңдер, ешкімнен кем болмайсыңдар депті. Айтқандай сүйіндік асықты 3 рет иіреді, үшеуінде де асық омпа түседі.
Сөйтіп ата мұрасы тең бөлініп, Сүйіндік пен Кәріжас еншілес болған екен. Кәріжастың есімін былайғы жұрт жүре келе Қаржас деп атайтын болып еді дейді. Қаржастың есіміне қатысты шежіре дерегінде енші бөлісерде асы қаржастыруға байланысты Қаржас атанып кеткен дейтінде сөз бар дейді. Осы тақырыптың екінші нұсқасы Павлодар облысы Баянауыл ауданынан Даңғайыр шежіреші. Әйгілі Саққұлақ бидің ұрпағы Кәрімтай Өкпенұлы, сол Саққұлақ бидің айтуымен әкеден балаға ауызша беріліп келе жатқан шежіре деп берген дерегінде. Кіші жүз ішінде Ақшахан деген байдың Бибігүл деген қызына қалмақтың бір мықты батыры қызығып маза бермейді екен. Бибігүл қалмаққа барғысы жоқ дейді. Сонда Ақшахан, мына орта жүзде Мейрамсопы деген жездең бар. Нұрпия деген бәйбішесі біздің елдің қызы. Балалары жетілген, әлі өтті. Сол жездеңе барсаң, маған айбар, саған пана болар деп ақыл береді. Бибігүл әке сөзіне құлақ асып жездесі мен апасына келеді. Бұл кезде Мейрамсопы шау тартып қалған кезі болса керек. Бірақ жаугершілік көп мазаң заманда арнайы іздеп келген балдызы Бибігүлді өз панасына алып қамқор болады. Мейрамсопының мұндай ықыласын жөн көрген Нұрпия бәйбіше ақыл қосады. Бізді арқа тұтып келдік ой, енді басқа біреуге кіріптар етпей-ақ, өз бауырыңа басымен қызғанбаймын дейді. Сөйтіп Мейрамсопы балдызы Бибігүлді тоқалдық қалады. Көп кешікпей Бибігүл арыстай бір ұлды дүниеге келтіреді. Мейрамсопы бұған қатты қуанып, бұл бір кәрі мен бір жастың ортасынан туған бала ғой, аты Кәріжас болсын дейді. Содан күндердің бір күнінде Мейрамсопы қатты ауырып, дүние салады. Дүние саларында Нұрпия мен Бибігүлді шақырып алады да, Нұрпия, мен олай-бұлай болсам, әулеттің үлкені сенсің. Мына Бибігүл әлі жас қой, егер ерге шығам десе, немесе еліме қайтам десе бетінен қақпа, еншісін толық етіп шығарып сал. Ал Кәріжасымды өзің алып қалып, мейіріміне бөле, қиямет күнінде сенің қолыңнан алатын болайын. Деп өсиет айтады. Мейрамсопының өсиеті бұлжымай орындалады. Бибігүл еншісін алып, еліне қайтады. Нұрпияның бауырында өскен Кәріжас ер жеткен кезде ағасы Сүйіндікпен еншілес болады. Сол Кәріжастың өсіп өнген ұрпағы қазір Қаржас атанып, рулы елге ұласып отыр дейді. Қаржас ағасы Сүйіндікпен еншілес болғандықтан да шежірелерде Қаржас руын Сүйіндіктен тараған руларға қосқан. Арғының ішінде қаракесектен өрбіген аталардың бірі Шаншар. Шаншар ақылгөй, көрген адам болса керек, шежірешілер Шаншар абыз деп отырады екен. Сол Шаншардың үш әйелінің бірі Нұрбикеден тараған ұрпақты Нұрбике Шаншар елі деп атайды. Нұрбике болса Есім ханның тұсында Ташкентті билеген Тұрсын ханның қызы болса керек. Ташкентті билеген Тұрсын ханды сезінде тұрмағандығы үшін Есім хан өлтіріп, қалың қатағанды қырғынға ұшыратып, тірі қалғандары жан-жаққа жан сауғалап тарай көшкені тарихтан белгілі. Осы оқиғаға байланысты Әлихан Бөкейханұлы қатаған еліне жасаған бір ұлы жорықтан кейін арғынның батырлары қолға түскен 40 қызды өзара бөліседі. Оның ішінде Шаншар Нұрбике мен Ақбикені, Қарпық Дәулетбикені, Байбөрі Оразбикені, ал Тобықты Көмірбикені алады. Бұлар қатаған елінің көсемдерінің қызы еді деп жазған. Шаншардың үш әйелінің бірі Айбикеден өрбіген ұрпақты аналарының есімін қосып, Айбике Шаншар деп те атайды. Шежіре дерегінде Айбикеден Жәнібек, Келдібек, Тінібек, Әсірбек туады. Осылардың Келдібегінен әйгілі қаз дауысты Қазыбек би туған. Қазыбек биден бек болады, одан Тіленші би, одан Алшынбай би туған. Әйгілі әнші, композитор Мәди Бапиұлы осы Алшынбайдың немересі. Алшынбайдың немере қызы Ділда, ұлы ақын Абайдың үлкен әйелі. Абайдың Ақылбай, Әбдірахман, Мағауия сияқты дарынды ұлдары осы Ділдадан туған. Шежіре дерегінде Шаншардың үшінші әйелі Қызданбике де осы Тұрсын хан қыздармен бірге олжаға түскен қыздардың бірі болғаны айтылады. Нұрбике Шаншар елінен әйгілі күйші композитор Тәттімбет Қазанғапұлы, ұлы ақын Абайдың шешесі Ұлжан шыққан. Сондай қаракесек ішінде еншісі бөлінбеген аталардың бірі Жалықбас Қария сөздерінің айтуы бойынша Алшын Зортымақтың асына 300-дің жақсы жайсаңдары жиналып, аламан бәйгеге бір тұлпар мен жетім бала тігіліп еді дейді. Бәйгеге Қаракесектің Сағымсары деген аты бірінші келіп, жетім бала Қаракесекке бұйырады.
Сол жерде қаракесек олжа балаға асықты жілік ұстатып, оң тізесіне отырғызып, құлағына әулетіме жалықпай қызмет ететін бол, жалықпас, жалықпас, жалықпас деп 3 рет айқайлап өзіне бала етіп алады. Қаракесек елі келген соң жалықпастың білегін тоқалына ұстатып, омырауын ескеттіріп, бұл енді сенің мұңдас балаң болады депті. Шежіренің сөзі бойынша Мейрам сопының бәйбішесі Нұрпиядан туған Қуандықтың бір баласы Қарпық, Қарпықтан Мәмбет, Көзей, Тінәлі атты 3 ұл туған. Көзейден Каратоқа, одан Түнқатар, Бесім, Молқы, Тоқтау, Сары, Құлымбет туған. Осылардың ішіндегі Бесімнің бәйбішесі Бөтей деген кісі екен. Елге ана болғандай қасиетті қалпына қарай, жұрт оны енең деп атайды екен. Сондықтан да Бесімнің бәйбішесі Бөтейден тараған ұрпақтарды енең тоқалар дейді. Атадан баланың құлағына сіңіп отыратын ауызша тарихтың жеткізуінде Бөтей ақылдылығына қоса адуында адам болыпты. Ел жазылып жайлауға қонғанда қазақтың дәстүрі бойынша үлкен үйдің шаңырағына алғашқы оқты шаншу үшін сол үйдің бәйбішесіне жол беріледі. Осындай рәсім кезінде Бөтей бәйбіше бойым жетпейді. Осындай рәсім кезінде Бөтей бәйбіше бойым жетпейді деп өзінің күндесі Бесімнің тоқалы Дәулетбикенің үстіне шығып уық шаншады екен. Осыларыңыз қалай деп сұраған адамға Бөтей Дәулетбикенің мені сыйлағаны ғой деп, ал Дәулетбике болса енейдің өзімсінгені ғой деп жауап береді екен. Шынында да Бөтей мен Дәулетбике бірі ұлық болса, екіншісі кішік болып, бір әулеттің береке бірлігін келтірген қасиетті аналар болыпты дейді. Бөтей өз балаларында Дәулетбикеден туған балаларды да бөлмей, бауырына басып, өзіне етене етіп өсірсе керек. Бірде ел жайлауға қонып, абыр-сабыр болып жатқанда, бала шағасын үйректей шұбыртып келе жатқанда Бөтейді көрген біреу бәйбіше, қаршадай ғана бойыңыз бар, жағалай қонған жайыңыз бар. Шұбар құлын жетегіңізде, шұбырған бала етегіңізде. Есікке тастап кеткендер ме, жоқ әлде, емшек сүтпен біткендер ме, ақылым жетпей тұрғаны деп жеңілдеу сұрақ қойыпты. Сонда Бөтей, қайным қатын жаманы ер қориды, ер жаманы жер қориды деген. Жетегімдегі етегімнің еншісі, етегімдегі төсегімнің еншісі. Жайлы қонсам, кең құшағым шығар, жайылған мал қой тұсағым шығар. Жаққанның елі бір, жапсардың жері бір емес пе деп бастырмалап жөнелгенде, әлгі жеңілауыздау кісі абдырап, кешірім сұрап, ерулікке шақырып әлек болыпты. Қария сөзінің дерегі бойынша да ата қуалап келсе де, Бөтейдің өмір сүрген кезі Есім ханның билік жүргізген заманына тұспа-тұс келеді. Ел тағдыры сынға түскен қаталдау кезең ғой. Бірде Бөтейдің күйеуі Бесім жаза басып, Есім ханның алдында кінәлі болып қалыпты. Хан ашуланып, Бесімді тәубесіне түсіріп қайтыңдар деп қосын шығарыпты. Сонда Бөтейдің ақылымен ханнан кешірім сұрауға екі ақ, екі қара, екі қызыл киім киген 6 адам жіберіпті. Хан таңырқап, бұл ақылды сендерге кім үйретті деп сұрапты. Сауға сұраушылар, Есімнің бәйбішесін енең деп айтамыз, сол кісі үйретті деп шындарын айтады. Есім хан, ақ қарамды айырмай, қанымды неге төкпексіз деген уәжі ғой. Бөтейдің ақылына бола кешірдім, елдерің бұдан былай енелеріңнің атымен аталсын дептіміз. Бесім ұрпақтарың енең тоқасы деп аталуының бір себебі осы еді дейді. Бөтейге енеңе Қарағанды облысына қарасты Жақарқа ауданының жерінен топырақ бұйырған. Қазақтың біртуар перзенті Сәкен Сейфуллиннің шыққан тегі осы енең тоқасы. Мейрам сопының бәйбішесі Нұрпиядан туған іргелі рудың бірі Сүйіндік, Сүйіндіктен сұраншы, одан жан болды, құл болды, жол болды туған. Құл болдының Мақпал деген бәйбішесінен Күлік, Тұлпар, Айдабол туған. Сол заманда Арғынның дені Сырдарияның батысын мекен етеді екен. Қалмақтардың беті қайта бастаған кезде бірлі жарымдап сырдан өтіп Қаратауды жайлай бастапты. Сонда қарақалпақтар мазасызданып, арғындар жаппай өтсе, таң аттырып, күн шығармайды десіп, өткел аузын алып тұра қалыпты дейді. Көш басында Мақпал бәйбіше келсе керек. Астындағы Қарашұбар атын тебініп жіберіп, белдемшесінің етегін көтере түрініп, соңындағы жүк тиеген нарды жетектеген қалпы іркілместен Дарияны кешіп өте шығыпты.
Өткізбейміз деп тұрған қарақалпақтар пай-пай, мына бәйбішенің бөксесінен болайық десіп тұрып қалса керек. Сонда Мақпал бәйбіше, күлсең күлерсің, күндердің күні болғанда езуіңді жия алмай жүрерсің. Бұл қай бөксе, Айдабол шыққан бөксе, артың болса, Айдаболдай ұл тап деп жүре беріпті. Ел ішінде Құлболдының бәйбішесінен өрбіген ұрпақты Мақпал бәйбішенің балалары деп атайтын дәстүр бар. Мақпалдың баласы Айдабол өз заманында аузы дуалы би болған адам. Шежіре деректерінде Айдаболдан Аққозы, Жанқозы, Малқозы, Қарақозы, Байқозы туған делінеді. Бұларды жинақтап Бесқозы деп атайды. Осылардың Жанқозысынан өрбіген ұрпақ арасында Тайкелтір би, Олжабай батыр, әкелі балалы Едіге мен Шоң билер. Жаяу Мұса, Сұлтанмахмұт Торайғыров, Әлкей Марғұлан сияқты тарихи тұлғалар шыққан. Ақмола облысы Астрахан ауданының тұрғыны Сейітжан Әбенұлының берген дерегіне қарағанда, арғыннан мейрам сопы, одан шегендік, одан қақсал туыпты деп келетін шежіре дерегі ел ішінде көбірек айтылады. Ел жұрттың көшіп қонып жүретін заманы екен. Сондай бір абыр-сабыры көптеу көш-қон кезінде шегендіктің бәйбішесі босанып, арыстай бір ұл бала дүниеге келеді. Дәл сол күні жауын-шашын болып, ол да бір жағынан берекені алыңқырап тұрса керек. Көш үстінде асығыс құрылған қамсу күрке, сол күркенің панасында босанған ана. Жарық дүниеге келген нәрестенің іңгәлаған үні, жаялық жүргегін қамданған қатын қалаш, абыр-сабыр сәт. Жас босанған ана есеңгіреп жатып нәрестенің қамын ойлайды. Жас жаранасының тәніне алғаш тиетін жүргек жаялықтың жылы болғанын қалап, анау отқа сақсал дейді әлсіз ғана. Қазақтың ат тергейтін дәстүрі бойынша сиырдың ақ жапасын, немесе ақ сөңке болып қураған тезекті қақ деп атайтын әдеті. Сол жердегі әйелдердің бірі мына бейбақ баласының атын. Бәйдібектің аулы орында момын қыз үйінде екен. Бәйдібек би бастасымның бәйбішесі келді деп шат көңілімен қарсы алады. Сол күні түнде момын қыз түс көреді. Түсінде ақиық қыран аспаннан сорғалап келіп жетіре түседі. Қыран бүркіт әрбір түскен сайын момынның бауырына бір-бірден жұмыртқа пайда болып жетіге жетеді. Сол жеті жұмыртқаны қызықтап бауырына басып жатқанда одан жеті балапан шығады. Жетеуі де жұтынып көктегі қыран әкесіне қарап, қанаттарын сабалай бастағанда момын қыз оянып келеді. Осы түсін еркедей еркін өскен момын қыз таңертеңгі дәм үстінде айтып береді. Сонда Бәйдібек би шырағым-ай, түсімнің түйіні бар екен. Қырықтың бірі Қыдыр деуші еді, жорын бастасымның бәйбішесі, Ергүл айтшы дейді. Ергүл көктен тілегені жерден табылғандай қуанып кетеді. Сол жерде келген шаруасымен сабақтай отырып, момынның түсін бұлай жориды. Ақиық қыран арғын болар, аңсары ауса айналып қонар. Өңдерінде танысып, түстерінде табысып жүрсеңдер, бір-бірлеріне ықыластарыңның ауғаны болар деп келіп, жүзін Бәйдібек биге бұрып сөзін жалғайды. Уа, Бәйдібек би, қызыңның бауырына береке дариын деп тұр екен. Бастасың ақи, менің де ниетім қабыл болып, көңілім толып қайтсын дейді. Бәйдібек би үн-түнсіз төмен қарап отырып қалыпты. Сонда еркедей еркін өскен момын қыз үнсіздікті бұзып, әке, арғын ағаның қанатының астында болсам, ешкімнен қор болмаспын. Батаңызды беріп, ұямнан ұшырыңыз, мен қарсы емеспін депті. Осылайша арғын би момынға үйленеді. Момын қыздың түсінде көргені өңінде келіп, арғыннан жеті ұл көреді. Ол жетеуі өсіп-өніп өркен жайып, орта жүз арғын ішіндегі жеті момын деп аталатын іргелі руларға айналады. Шежіре деректерінің басым көпшілігі арғын ішіндегі жеті момынға Қанжығалы, Тобықты, Бәсентин, Қарауыл, Ақтайға, арғынның үшінші әйелі Айнакөзден туды делінетін Шақшақ пен Саржетім руларында қосып, бұларды кіші арғын, немесе Тоқал арғын деп те атайды. Үлкен арғынға бес мейрам деп аталатын рулар шоғыры жатады. Олар қуандық, сүйіндік, шегендік, бегендік, қаракесек рулары. Тағы бір деректе арғын ішіндегі мейрамынан тараған шұбыртпалы руы арқаның оңтүстік алыбын, Балқаш көлімен шектескен өңірді қоныстырақ еткен. Бетпақдаламен жапсарласып жатқан бұл өңірдің ел жұрты қысқа қарай Сыр мен Шу өзенінің бойын қыстап, жаз шыға арқа төсін жайлап отырған.
шұбыртпалы Ағыбай батырдың тірі кезі болса керек. Сол Ағыбай батырдың жақын інісі Әйеке Бекежанұлы сыр бойындағы Шиелі өңіріндегі болыс сайлауына түсіп, сайлау барысындағы бәсекелікте Қыпшақ Әлменбет Тұрсынбайұлы деген кісі Әйекені атып өлтіреді. Інісінің қаралы хабары жеткен соң арқадан ат сабылтып Ағыбай батыр келеді. Дәстүр бойынша жоқтау айтылады. Әйеке болыстың барша қадір-қасиетімен тек тамырын асқақтата танытатын бұл жоқтауды Қыпшақтан шыққан әйгілі ақын Бұдабай Қабылұлы шығарып берсе керек. Содан Әйеке болыс жерленеді, 3 мен 7 беріледі. Сол кезде арғынның бас көтерерлері жиылып келіп Ағыбай батырға сөз салады. Ер намысы, ел намысы. Арысымыздың өлімі елдігімізге сын. Әйекеңнің рухы тынышталсын десеңіз, рұқсатыңызды беріңіз, 3 Қыпшақтың қанын төгуге бел будық, депті. Сонда Ағыбай батыр ұзақ ойланып отырып, келін келсінші, Әйекені тағы бір жоқтасыншы, депті. Сол жерде сұңғыла сарын сұңқылдап, Әйекенің қадір-қасиетін ұлықтап, естіген пендені тәубесіне келтіретіндей болып жоқтау айтылады. Жоқтау айтылып біткенде Ағыбай батыр шәулі қырандай бойын жиып, еңсесін тіктеп, менің Әйекемді бір Қыпшақ өлтіріп, бір Қыпшақ тірілткен екен, дау осымен бітсін, деген екен. Мұнысы Әйекені атқан Әлменбеттің де, Әйекеге жоқтау шығарған Бодыбайдың да Қыпшақ тайпасынан екенін айтқаны еді дейді. Ол кезде шұбыртпалының ішінде Ағыбай батырдан асып әрекет ететін ешкім жоқ. Осылайша арғын мен Қыпшақ арасында ұшығып кеткелі тұрған бүліншілікке тыйым болып еді дейді. Ағыбай батырдың ел арасында ушығып кеткелі тұрған бүліншілікті бейбіт жолмен ердің құнын 2 ауыз сөзбен шешкені. Елдің қамын, тыныштығын, бірлігін. Арғынның ұраны Ақжол, Қарабатыр, Қарақожа, Аманжол. Таңбасы көз, таға.